Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай апельсиннен жасалған мохито дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, мохитоны сіздер де қысқа әзірлеп алыңыздар. Мохито әзірлеу үшін бізге 12 апельсин, 8 лимон, әр банкаға 1 лимоннан, және жалбыз жапырағы, және 200 грамм қанттан, әр банкаға 200 грамм қанттан салып отырамыз. Ең алдымен жемістерді осылай ас содасын салып жуып аламыз. Лимонды да, апельсинді де, жалбыз жапырағында осылай ас содасымен жууға кеңес беремін. Одан кейін жемістерді орташа қалыңдықта турап аламыз. Пішінін өз қалауларыңыз бойынша турауларыңызға болады. Осылай жартылай дөңгелекше, немесе толық дөңгелекше етіп те турауға болады, немесе бұрыштап турауға да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Лимонды да осылай дөңгелекше етіп, немесе ортасынан бір бөліп жартылай дөңгелекше етіп турауға да болады. Бұл да өз қалауларыңызға қарай турасаңыздар болады. Достар, осындай апельсинді мохитоны қысқа әзірлеп дайындап алуға кеңес беремін. Апельсиннің орнына кез келген жемістерді, лаймды қолдануға болады. Тек қана лимон мен жалбыз жапырағынан да жабуға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жемістердің орнын ауыстыруға да болады. Достар, мен 12 апельсин қолдандым. Әр банкаға 1,5 апельсиннен салдым. Менің жабатын банкым 3 литрлік банка. 1,5 апельсин, 1 лимоннан және 200 грамм қанттан салдым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, банканы стерильдеудің ең оңай жолмен бөлісетін боламын. Сол үшін менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Достар, енді біз банканы жабуға кірсеміз, банкаға аз ғана қайнаған ыстық су құйып, банканы шайқап аламыз. Одан кейін жемістерді саламыз, жалбыз жапырағын саламыз, 200 грамм қантты саламыз да үстіне қайнаған суды құямыз. Стерильденген қақпағымызды жауып, банканы жабамыз. Достар, банканы жауып болғаннан кейін қантымыз жақсылап араласу үшін осылай шайқап аламыз банканы. Достар, осындай жабатын банкілерді стерильдеудің ең оңай жолы, банкаларды жуып болғаннан кейін күннің астына 1-2 күнге қойып қойсаңыздар, банкаларымыз толықтай стерильденеді. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Одан кейін банканы қайнатудың қажеті жоқ. Достар, осындай апельсин, лимон, жалбыз жапырағы қосылған мохито біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Достар, 12 апельсиннен, 8 лимоннан осындай 3 литрлік банкадан 8 банка жаптым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте аз уақыттың ішінде жасауға болады. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, комментарий бөліміне жазыңыздар.